Бұл матчтың болғаннан болмағаны жақсы сияқты болып тұр. Ойынға құрылған стратегияға үлкен сұрақ бар. Түк бітірмейтін ойыншы. Ұлттық құрамаға маңызды матчтарда пайдасынан гөрі зияны көп. Құраманың қақпасында тұрмауы керек. Беги дейтін футболда бізге не керек? Алаңда дұрыс шабуыл жоқ, алаңда бір жүйе жоқ. Командадан орнын босатсын, бұндай бапкер бізге керек емес. Біз қайтадан масқарамыз шығайын деп отырмыз. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, 90+7 арнасына қош келдіңіздер. Бұл видео 6 маусым күні түсіріліп жатыр. Сондықтан да сіздердің барлығыңызды бүгінгі келіп жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Алла тағала сіздерден де және бізден де қабыл етсін. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Беларусь және Қазақстан ұлттық құрамаларының арасында өткен жолдастық кездесуге шолу жасаймыз, қателіктерін талқылаймыз, шағын сараптама жасауға тырысамыз. Бұл матчта Қазақстан ұлттық құрамасы неліктен жеңіліп қалды, қандай қателіктерге бой алдырды, неліктен дәл осы құрам Солтүстік Македонияға қарсы шықпауы тиіс, және Али Ханалиұлы Алиев бұл бапкер жалпы біздің ұлттық құрамаға бір жаңа серпіліс бере ала ма, жақсы нәтижелер бере ала ма, әлде сол баяғыша келді кетті бір бапкердің бірі болып қала ма тарихымызда? Міне осындай сұрақтарға жауап алуға тырысамыз. Ал сіз әзірге бұл видеоға лайк басыңыздар, таратыңыздар, пікір жаза кетіңіздер, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Неге десеңіз, бұл видео, бұл арна тек қана сіздердің қолдауларыңыз арқасында жүріп жатыр. Видеолар сіздердің қолдауларыңыздың арқасында шығып жатыр. Сондықтан қолдауларыңызды аямаңыздар, жаңағы айтып өткен әрекеттердің барлығын жасап өтіңіздер. Матчқа келейік. Бұл матч Борисов қаласында өтті. Негізі кешкі сағат 10-да өтуі керек болды, бірақ Борисов қаласындағы болған қатты нөсер жаңбырдың кесірінен бас төреші Карасев бұл жердегі матчты мүлдем тоқтатып өткізбей тастаймын деген шешімге де келуі мүмкін еді. Негізі сөйтсе жақсы болар еді. Бұл матчтың болғаннан болмағаны жақсы сияқты болып тұр қазір. Дей тұрғанмен матч өтті. Матч жарты сағатқа кешігіп басталды. Алаңның сапасы бәрібір де сұрақ туғызатындай болып отты. Себебі енді жаңбырдан кейін, нөсер жаңбырдан кейін қатты ылғал, қатты тайғанақ деген сияқты екі командаға да қиындығын туғызды. Осы тұста Али Ханалиұлының матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында айтқан сөзін тиеге кетейін осы жерде. Ол кісі бүйтіп айтты. Яғни алаңның сапасы ойынның кейбір кезеңдерінде бізге кері әсерін тигізетіндей болды, бірақ сәтсіз ойынның негізгі себебі емес деп. Әлбетте бұл сәтсіз ойынның негізгі себебі емес. Яғни нашар алаң біздің сәтсіз ойынға кінәлі емес. Себебі дәл осы алаңда Беларусь бірдей бізбен бірге ойнады. Бізге нашар болған алаң оларға да нашар болды. Бірақ олар басқаша ойнады, біздер басқаша ойнадық. Бұл жерде ойыншылардың сапасына, ойынның жүйесіне, ойынға құрылған стратегияға үлкен сұрақ бар. Негізгі құрамға келейік. Негізгі құрамның өзінде де үлкен сұрақтар тудыратын позициялар да болды, ойыншылар да болды. Неліктен анау шықты, неліктен мынау шықпады дейтін жанкүйерлердің арасындағы болып жатқан қойылып жатқан үлкен сұрақтар болды, әлбетте. Менің де сондай сұрақтарым болды. Мысалға, неліктен Марат Быстров бірінші минуттардан ойынға шықты? Міне, осындай сұрақ мені қатты мазалайды. Себебі бұл ойыншы өзінің клубында, клубтық деңгейде, клубтық футболда мүлдем ойнамай жүрген ойыншы. Астана құрамында тек қана қосалқы құрамда отырудан басқа түк бітірмейтін ойыншы. Әлбетте бұл ойыншы кезінде жақсы ойнады, кезінде жақсы нәтижелер көрсетті, шетел асып та ойнады. Қазақстан ұлттық құрамасына пайдасын тигізген үлкен матчтар болды. Бұны ешқалай жоққа шығармаймын. Бірақ футболда кешегі күнмен ойнауға болмайды, кешегі күнмен өмір сүруге болмайды. Қазіргі күнмен өмір сүру керек. Ал қазір Марат Быстров ұлттық құрамаға пайдасын тигізетін ойыншылардан емес. Ашығын айту керек. Бұл ойыншы ешқандай пайдасын тигізбеді бұл жерде. Егер Марат Быстровты матчқа шығаратын болса және ұлттық құрамаға тіпті шақыртатын болса, Али Ханалиұлы өзінің айтқан сөзіне өзі кереғар іс-қимыл жасап отыр деп те айта аламыз. Неге десеңіз, бұл кісі Рамазан Оразовты да өзінің клубында жеткілікті дәрежеде футбол ойнамай жүргендігі себебінен ұлттық құрамаға шақырмады деген әңгімелер бар. Бұқаралық ақпарат құралдарында дәл осындай әңгімелер жүр. Демек, Рамазан Оразов футбол ойнамаған үшін ұлттық құрамаға шақырылмаса, Марат Быстров неліктен шақырылды? Сұрақ көп, жауап жоқ. Одан бөлек тағы мынандай бір қауесеттер тарады. Бәлкім қауесет, бәлкім шындық, бұны мен білмеймін, бірақ бұны да атап өтуіміз керек. Кейбір ұлттық құраманың ойыншылары Али Ханалиұлы Алиевтің жаттықтыруында
мүлдем футбол ойнағысы келмейді. Тіпті бәз біреулер ұлттық құрамадан қоңырау шалған кезде телефонын көтермейді екен. Бұл кейбір Түркияда ойнап жатқан біздің шабуылшыларымызға қатысты әңгіме. Яғни қауесеттерге сенетін болсақ, әңгімелерге сенетін болсақ, Абат Айымбетов тіпті ұлттық құраманың келген хабарламаларға жауап бермеген деседі. Бұл не деген сөз? Бұл команданың ішінде біраз атмосферада, бір-бірін түсінуде, жаңағы командалық рухта бір үлкен минус бар, бір үлкен бір олқылық бар деген сөз. Бұнымен біздің ұлттық құрама алысқа барады дегенге мен сенбеймін. Әлбетте бұндай болмай-ақ қойсын, бұндай жағымсыз сәттер біздің ұлттық құрамада болмай-ақ қойсын дейміз, бірақ шөптің басы желсіз қимылдамайтыны белгілі. Сондықтан меніңше бұндай әңгімелерге де негіз бар секілді. Жарайды, өзімнің сөзіме өзім қарсы шығып, қазір біздің бапкерді ақтауға тырысып көрейін. Бұл біріншіден жолдастық кездесу. Бұл жерде көптеген бапкерлер, әлем бойынша футбол бапкерлері жолдастық кездесулерде түрлі жаңағы ойыншыларды алмастырып, ротацияға көңіл бөліп, ротациямен ойнап, жаңа схемалар, жаңа жүйелерді, мүмкін ойыншылардың өздері ойнамаған басқа позицияларға қойып, позиция алмастыру деген сынды эксперименттерге жол беріп жатады. Бұл ойында да бәлкім Алихан Алиұлы Алиев осындай эксперимент жасап көргісі келген шығар деп айтқым келеді. Бірақ эксперимент жасайтындай құрам болған жоқ. Барлығы да Қазақстан ұлттық құрамасының ветерандары, ардагер ойыншылары. Ардагер ойыншылармен қандай бапкер, қандай эксперимент жасай алады. Және эксперимент дейтіндей де бір бөлек басқа бір позицияларда, басқа бір мақсаттармен, басқа бір ойын тапсырмасымен шыққан бір ойыншылар болған жоқ. Әрқайсысы өзінің үйреншікті орнында, үйреншікті позициясында, үйреншікті ойын тапсырмасымен шықты. Бұл қандай эксперимент болуы мүмкін? Бұл жерде меніңше идеяның жоқтығы орын алды. Алыстамай құрамның ішіне қайттан оралайық. Бұл жерде Марат Быстровты атап өттік. Одан бөлек қақпашы Стас Покатилов болды, Исламбек Қуат болды. Міне осындай ойыншылар маған шыны керек өзіме үлкен сұрақ тудырды. Арнадағы өткен видеоны қарай өтсеңіздер, ол жерде мен Қазақстан ұлттық құрамасының Солтүстік Македонияға қарсы ойынына қақпаға Сейсен шығу керек. Неге? Себебі Сейсен тұрса, біздің ойыншыларға, жалпы қорғаушыларға болсын, тұтас командаға болсын сенімділік береді деп айтқан едім. Бірақ неліктен Покатилов шықпау керек, неліктен Заруцкий шықпау керек деген сынды сұрақтарға жауап бермедім, ол мәселені қалдырып кеткен едім. Покатиловтың шықпау себебі меніңше бұл матчта айдан анық болып барлығымызға білінді. Бұл ойыншы әлбетте өзінің кезінде керемет деңгей көрсетті, жақсы ойнады, бірақ бұл ойыншы өте қатты паникаға бой алдырады. Өте қатты сасқалақтайды, маңызды сәттерде, қақпашылық өнерін паш ететін сәттерде мүлдем қате шешімдер қабылдайды. Пас беретін жерде дұрыс пас бермейді, допты шығар жіберетін жерде шығармайды. Керісінше пас беріп дұрыстап, жаңағы шабуылды төменнен бастап кететін жерде допты алдыңғы шетке қарай теуіп жібереді де, сонымен доптан айырылып қаламыз. Және допты тосатын сәттерінде де үлкен жаңағы қателіктерге бой алдыратын кезеңдері болады. Сондықтан да Покатилов ұлттық құрамаға маңызды матчтарда пайдасынан гөрі зияны көп қақпашылардың бірі. Исламбек Қуатқа келетін болсақ, Қуат қаншама жылдан бері ұлттық құрамада ойнамай жүрген ойыншы. Және бұл ойында да бір үлкен пайдасын тигізген ойыншылардың бірі болған жоқ. Сөздің ашығын айту керек. Бірінші кезеңнің өзінде де бірнеше рет ол позициясын жоғалтып, бірнеше рет Беларусьтың ойыншыларының оңтайлы сәтке, оңтайлы орнатал бір сәттерін туғызуға мүмкіндігін ашып берді. Яғни допты сырғанап барып тартып аламын деп ойыншының қасынан өтіп кетеді. Бір ойыншыға барып жанында керек емес жерден ойын ережесін бұзады. Допты дұрыс тоқтататын кезде тоқтата алмай деген сияқты техникалық та тактикалық та қателер көп орын алып жатты. Алаң ортасында Тағыберген мен Қуаттың бірге шығуы бұл менің ойымша біздің ұлттық құрамаға бір күш беретіндей бір структура емес. Ұлттық құраманың сенімді ойнауына пайдасын тигізетін бір жүйе емес. Сондықтан Исламбек Қуатты негізгі құрамында ойнату әу бастан қателік еді. Бұл қателікті Алихан Алиұлы келесі матчта жасамайтын шығар деп үміттенемін. Матчқа оралайық. Матч 1-4 есебімен аяқталғанын айттық. Голдар қалай кірді? Голдар ең бірінші гол енді баланың қателігі деп айтсақ болады. Марат Быстров, қалайша бұндай пас бердің сен? Қалайша бұндай пас беріледі? Артқа қақпашыға бұндай пас берілмеу керек қой негізі. Көріп тұр, ойыншы көріп тұр, оң жағынан да, сол жағынан да қысым келе жатыр. Бұл жерде бұрыштамаға теуіп жібергеннің өзі үлкен бір пайда болар еді. Болмаса артындағы ойыншы кішкене шетте келе жатыр, қапталға қарай шығарып таста,
қапталдан шықсын. Доп ойынға қапталдан қосылсын. Жарайды, яғни бұл үлкен проблема емес. Қақпашыға, әсіресе Покатиловқа бұндай пас беру, бұл өзің қақпаңа барып, өзің гол соғумен тең ғой. Және пасты бір дұрыс техникалық тараппен орындасаң, бір жөн, бұл жерде пастың деңгейіне де, пастың сапасына да үлкен сын бар, үлкен сұрақ бар. Жарайды, алаңның сапасы нашар болды деп, пас дұрыс шықпай қалды деп қоя салайық. Бірақ Марат Быстров осы қателіктен кейін, меніңше, Али Ханалиұлына айтқандай болды. Яғни мен дайын емеспін, мені Солтүстік Македония ойынына қойма деген сынды бір сөзсіз бір сигнал жібергендей болды. Меніңше келесі матчқа бұл ойыншы шықпау керек. Басқа голдарға тоқталатын болсақ, мысалы екінші голда біздің жартылай қорғаушыларымыз ұйықтап қалды десек, қате айтпаған болам. Доп алғашқы шабуылдан кері серпілді. Дәл осы жерде Зуев ойыншының артынан жүгіріп кетеді. Бұл ойыншыға тағы берген, кетіп бара жатқан көріп тұр. Бұл біріншіден. Екіншіден, өзінің артында тұрған ойыншының бос тұрғанын да көріп тұр. Неліктен ол жаққа жүгірмеді? Неліктен ол жаққа жүгірмеді деп әлгі ойыншыны жаппады деген сұрақ туындайды. Жоқ, тағы бергеннің артынан жүгірді де, өзі жауап беруге тиісті ойыншы бос қалды. Соның әсерінен әлгі ойыншы алды допты қақпаға, емін-еркін соққы жасап гол соғып кетті. Соққыны бағалауымыз керек. Соққы керемет, әдемі жойқын соққы жасалды. Бұл соққыны енді екі қақпашының бірі қайтара алмайды. Сондықтан соққының сапасында сөз жоқ. Сөз бұл жердегі үлкен сұрақ, неге бұл допты қабылдауға мүмкіндік бердік? Міне осы жерде сұрақ. Кейінгі голдарға тоқталатын болсақ, бұл жерде де қайттан қателік орын алды. Покатилов пен Жұмахановтың арасындағы түсініспеушілік орын алды. Бірақ тек қана Жұмахановты кінәлау бұл жерде кішкене қателеу болады. Жұмаханов бұл жерде тоқтатып болам, жаңағыда айналам дегенше одан келіп допты тартып алды да, бірден гол соғатындай сәтті бастап кетті, гол соғып алды. Бірақ бұл жердегі үлкен сұрақ Покатиловқа. Жұмаханов бұл жерде арқамен тұр. Яғни өзінің артынан келе жатқан ойыншыны көріп тұрған жоқ. Бұл жерде Покатилов барлығын көріп тұр. Пас берместен бұрын әлгі ойыншының серпіл салып, тез екпінмен жүгіріп келе жатқан көріп тұр. Және біздің команда мойындауымыз керек қазіргі уақытта билдапты бастай алатын командалардың бірі емес. Біз қорғаныстан шабуылға төменгі пастармен шыға алмаймыз дәл қазіргі таңда. Сондықтан да бұл кезде, бұл сәтте допты қапталға жібер, оң қапталға, сол қапталға жібер, әйтеуір екі қапталдың бірімен орта пастармен, алыс пастармен бір сөйтіп шабуыл бастап көруге тырысу керек еді. Беларусь бұл жерде өте жоғарғы прессинг болмаса да, орта шепте прессинг жасап жатқан еді, прессингқа дайындалып жатқан еді. Яғни бірінші пас кеткен кезде бірден прессингқа шығуға дайын тұрды және шықты да. Пас кетті, бірден прессингқа келді. Покатилов бұның барлығын керемет көріп тұр, бірақ жоқ, сонда да кері қарап тұрған Жұмахановқа пас беріп тұр. Артқа қарап тұрған Жұмахановқа пас беріп тұр. Жұмаханов бұл жерде допты алып, тіпті прессингқа ұшырамаса да, ары қарай пас беретін ешқандай нұсқа жоқ ана жерде. Нұсқа жоқ. Сондықтан, оң қапталға, сол қапталға жіберсең, бұл жердегі қауіпті сәт болмас еді. Міне, осы себепті Покатилов біздің құраманың қақпасында тұрмауы керек. Мүлдем тұрмауы керек. Тіпті маған десеңіз шақырылмауы керек. Мұхамеджан Сейсен тұрған кезде бұл жерде енді 100% басқаша болар еді деп айтпаймын, бірақ кішкене сенімділік болар еді, кішкене мұндай қарапайым қателіктер орын алмас еді. Бірақ нәтиже в тарихи дейді бір кісі. Нәтиже осылай қалады, қателіктерімізді көрдік, ендігі алдағы матчқа бұндай қателіктермен шықпаймыз деп үміттенемін. Ал төртінші голға келетін болсақ, әлбетте бұл жерде қорғаушылар соққы жасауға мүмкіндік беріп қойды, дей тұрғанмен бұл қақпашының қайтаруы тиіс соққы сияқты. Қақпашы бұл жерде 100% допты қайтарып, өзінен серпіліп жаңағыдай қақпаға дарытпауы керек еді. Менің ойымша. Әлбетте Покатилов бұл допты қайтарды, бірақ дұрыс емес қайтарды. Қайтарғаннан не пайда? Доп траекториясын өзгерткен жоқ, қақпаға дарып кетті. Осындай үш қателік. Үш қателіктің үшеуіне де Покатилов жауапты деп айта алмаймыз. Үшеуіне де, бірақ үш голдың екеуіне жауапты. Бірінші голда енді Марат Быстровтың жасаған қателігінен Покатилов ештеңе істей алмай қалды. Бұл жерде ол қақпашыны кінәлай алмаймыз, бірақ қалған екі голда бұл қақпашының кінәсі бар. Ал алыстан соғылған голда енді Покатилов бұл жерде ештеңе істей алмайтындай еді. Сондықтан ұлттық құраманың қақпасына келесі матчта Сейсен келуі тиіс. Бұл менің жеке пікірім. Сіз қалай ойлайсыз, төменге жаза кетіңіз. Ал команданың шабуылына келетін болсақ, бізде негізі мойындауымыз керек, шабуыл болған жоқ қой. Допты қорғаныстан, жартылай қорғаушылардан
шабуылшыларға жеткізетін ойыншы болған жоқ бізде. Үнемі жоғары пастармен, алыс пастармен, диагональдармен ойнап отырдық. Жарай, диагональ берген пастарымыз үнемі дөп барып, тура жаңағы біздің ойыншылардың аяғына жетіп жатса екен, ол кезде бір сәрі. Бірақ 4 пас жасалынса, оның 3-і қисық, 3-і далаға, 3-і қателікпен кетіп жатыр. Бұның өзі сұрақ. Яғни жартылай қорғаушыларымыз бар, бірақ ол жартылай қорғаушыларымыз команданың қорғанысымен шабуылын байланыстыра алмай жатыр. Бүйткен тәжірибеден бізге не пайда? Бүйткен ойын жүйесінен бізге не пайда? Орысша айтқанда беги дейтін футболдан бізге не керек? Тепте жүгір. Бұл ойынмен біз алысқа бара аламыз ба? Әлбетте ала алмаймыз. Бұндай, егер дәл осындай жүйемен, дәл осындай геймпланмен Солтүстік Македонияға қарсы шығатын болсақ, ол жердегі қорғаушылар, ол жердегі жартылай қорғаушылар, олардың деңгейлері мүлдем бөлек. Олар дәл осылай беларустар секілді бізге мүмкіндік беріп қоймайды. Беларустарда болды, Мартынович бірнеше рет шалынып құлады, тағы бір-екі қорғаушылар бірнеше рет шалынып құлады, Зуев бірге-бір шығып кетті қақпашымен. Болды ондай сәттер. Солтүстік Македония бұндай мүмкіндік бізге бере қоймайды. Сондықтан допты ортада ұстайтын ойыншыларды қою керекпіз. Өткен видеода мен Рамазан Уразов деп кішкене қателесіп кеттім. Негізі Жуков деп айтқым келді. Жуков шығу керек бұл ойынға. Македонияға қарсы Жуков шығу керек. Қуат керек емес. Тіпті өткен видеода мен тағы бергенде шыққаны дұрыс болады деп айтып едім. Қазір өзім сөзімнен бас тартам, тағы бергенде шықпау керек. Халматов пен Жуков шықсын. Екінші таймда ойынға қосылған Жагоров бар, Кенжебек бар. Міне осы ойыншылар кішкене ойынға тың көзқараспен, кішкене намыспен ойнады ма, білмеймін, бір кішкене сәл-пәл болса да серпіліс көрінді. Жаңа айтамыз, Солтүстік Македонияға қарсы кішкене тәжірибемен ойнауымыз керек. Ол жерде тәжірибенің арқасында ұталамыз деп. Жоқ. Менімше қазір тәжірибе бізге мүлдем көмектеспейді. Әсіресе біздің құраманың қазіргі халіндегі, қазіргі ахуалындағы ойыншылар, тәжірибелі ойыншылар бізге қатты көмектесетіндей халде емес. Бізге осы жаңадан шақырылған ойыншыларды қойсақ, бәлкім олар ойнап береді, бәлкім олар жаңағы намыстанып, намысқа беріп ойнап береді бәлкім. Жұмат бар, дебютын алды кеше. Енді Солтүстік Македонияға қарсы өзінің ресми дебютын алса, бәлкім ол ойыншы керемет перформансын көрсетеді. Жагоров шықсын, Зуев шықсын, жарайды, Зуев та шықсын, Дастан Сатпаев шықсын, Макс Самародов шықсын, Чесноков шықсын. Білмеймін, бірдеңе істеу керек, қолда бар ойыншылармен бірдеңе істеу керек. Бірақ мына Исламбек Қуат, Асхат Тағыберген, Стас Покатилов, Марат Быстров деген ойыншыларды меніңше Солтүстік Македонияға шығармау керек. Бұл жерде достар, қараңыздар, мен бұл ойыншыларды жек көрем деген сөз айтып жатқан жоқпын. Бұл ойыншылар тәжірибелі, бұл ойыншылар кезінде ұлттық құрамамызға өте қатты көмектесті, жақсы ойын нәтижелерін көрсетті. Адиевтің кезінде бұл ойыншылар қалай ойнады, қандай нәтижелер көрсетті. Данияға гол соғаннан кейін біздер Асхат Тағыбергенді қалай сыйлап кеттік, қалай жақсы көріп кеттік ұлт болып. Сондықтан бұл ойыншылардың өткен нәтижелерін жоққа шығару мүлдем қате. Мен де өткен жаңағы нәтижелердің, өткен жетістіктерін жоққа шығармаймын. Бірақ қазіргі ахуалмен қарауымыз керек. Қазір халіміз мүшкіл. Асхат Тағыберген жасарып келе жатқан жоқ. Жас қосылып келе жатыр. Ойын сапасы нашарлап келе жатыр. Жылдамдығы төмендеп кетіп жатыр. Сондықтан білмеймін. Жаңағы жас ойыншыларды шығаруымыз керек. Басқа ойыншыларды шығаруымыз керек. Али Ханалиұлы Алиевке келейік. Бұл бапкер баспасөз мәслихаттарында, интервьюларында өте кереметтей нәрселер айтады. Әрбір ойыншы алаңға шыққан кезде жүрекпен ойнау керек. Өлуге дайын болу керек. Жаңағыдай алаңға шыққаннан кейін сен тек қана ұлтыңның намысы үшін ойнауың керексің. Ұлттық құрама белгілі бір ойыншыларға тәуелді болмайды. Керісінше ойыншы ұлттық құрамаға тәуелді деген сынды өте керемет нәрселер айтады. Бірақ бұл нәрселер тек қана сөзбен ғана болып қалып жатыр. Айтылып қана қалып қойып жатыр. Алаңда ешқандай өзгеріс жоқ. Алаңда доптың қимылы жоқ. Алаңда дұрыс шабуыл жоқ. Алаңда бір жүйе жоқ, жүйелілік жоқ. Ойыншылар арасында бір байланыс жоқ. Кез келген ойынды 1-4 есебімен жеңіліп қалуға болады. Кез келген ойынды 5-0 есебімен жеңіліп қалуға болады. Бірақ жақсы футбол ойнап, жақсы ойын өрнегін көрсетіп, сәтсіздіктердің кесірінен осыншама гол жіберіп, 1-1 гол соға алмай қалуға болады. Бұл футболдың заңдылығы сондай. Біз ол кезде ұлттық құрамамызға ештеңе деп айтпас едік. Бірақ 1-4 ұтылып қалдыңдар, нәтиже ештеңе емес. Бұл жолдастық кездесу десек те, ойынның сұлбасы да жоқ. Али Ханалиұлы,
ойынға бірдеңе істеу керек. Бұл жерде ойынның жүйесін қою керек. Тек қана жаңағы кезіндегі жақсы ойын көрсеткен ойыншыларға сеніп қалып, міне осылар бірдеңе істейді ау деу, бұл қате. Артта мығымдық ұстау, артта жаңағы сенімділікпен ойнау деп айтамыз. Сенімділік те болмай тұр. Допты арттан алға шығару да болмай тұр, шабуыл да болмай тұр. Бүкіл жаңағы тактикалық нәрселерді итеріп тастайықшы. Команданың ішінде бір-бірімен тіл табысу, түсінісу деген нәрселерде ақсап тұр. Алаңда міне осыны байқаймын. Жаттығуларда бір-бірімен керемет түсінісетін шығар. Қонақ үйде, бәлкім басқа бір іс-шараларда бір-бірімен жақсы араласатын шығар, бірақ алаңда бұл байланыс жоқ. Бапкер ретінде бұл маман осы мәселені шешу керек. Ұлттық құрама деген клубтық футбол емес. Клубтық футболда сен апта сайын жаттығу жасайсың, апта сайын бір жүйені отырғызасың, жайлап, оны сіңдіресің. Ұлттық құрама ондай емес. Ұлттық құрама топ командаларды жинадың, ойыншыларды жинадың, осы тұста жаңағы қажетті өзіңнің нәрселеріңді айттың, көрсеттің, және ең бастысы команданың ішіне бір рух беруің керек, команданы бірлестіре білуің, біріктіре білуің. Міне осындай қасиеттер ұлттық құраманың бапкеріне өте ауадай маңызды. Бұл әзірге орын алып жатқан жоқ. Жергілікті маман болғандықта мен Алихан Алиұлы Алиевтің ұлттық құраманың бас бапкері ретінде жақсы бір жетістікке жеткенін қалаймын. Соңына дейін қолдаймын бұл бапкерді, қолдаймын. Бірақ тек қана біздің қолдауымызбен болмайды, яғни бұндай ойынмен жүре беруге болмайды. Біз қайтадан масқарамыз шығайын деп отырмыз. Біздің көршілеріміз Өзбекстан кеше әлем чемпионатына өздерінің ресми жаңағы жолдамаларын алды. 2026 жылы әлем чемпионатында ойнайды. Бұл тұста күллі өзбек халқын, өзбек бауырларымызды бұл тарихи жетістікпен құттықтаймын. Шынымен де өте қатты қуаныштымын. Өзбек бауырларымызға міндетті түрде әлем чемпионатына өзім жанкүйер болам. Кешегі ойында да енді бастан аяқ қарадым деп өтірік айтпаймын, бірақ флеш-скордан үнемі жаңартып қарап отырдым. Бұл тұста қайтадан ұлттық құрамасын құттықтаймын, күллі өзбек бауырларымызға құтты болсын деймін, және әлем чемпионатына жақсы өнер көрсетсін деймін. Ал біз қашан шығамыз? 2026-ға 100% шыға алмаймыз деп айтпаймын, бірақ шығуға деген мүмкіндігіміз өте аз. Келесі циклда шыға аламыз ба? 2030-ға шыға аламыз ба? Бұл тағы сұрақ. Осы тұста кейбір жанкүйерлердің айтып жатқан комментарийларда қалдырып жатқан пікірлері бар. Біздің бас бапкерді кетсін, Алихан Алиұлы Алиев командадан орнын босатсын, бұндай бапкер бізге керек емес. Шетелден бапкер алып келіңдер. Міне осы Беларусьтың ұлттық құрамасында Карлос Алыс бар, кезіндегі Қайраттың бапкері. Грузияның ұлттық құрамасына қараңдар, басқа да ұлттық құрамаларға қараңдар. Шетелден бас бапкер алып келген командалар дамып жатыр деп айтады. Бәлкім келісетіндей тұжырым шығар, білмеймін. Бірақ қазіргі таңда бұндай өзгеріс қатты бір нәтиже әкеле қоятындайға ұқсамайды. Шетелден бір бапкер алып келек, Италиядан, Испаниядан, Германиядан маңызды емес алып келек, бірақ дәл осы ұлттық құрамаға көмектесе қоймайды ол кісі. Ұлттық құрамадағы ойыншыларымыз деңгейі осы. Егер осы құрамды шақыра беретін болсақ, біздерге жүйелі түрде басқа бір бағытта жұмыс жасауымыз керек. Яғни балалар футболын дамытуымыз керек. Балалар футболын, бұл топасқа да түсінікті, ақымақ адамға да түсінікті. Бірақ балалар футболын қатты көңіл бөлетін болса, ұлттық құрамамыз әлем чемпионатында міндетті түрде ойнайды. Бүгін мен YouTube-тан тікелей эфирларды шолып отырған кезімде алдымнан өте кездейсоқ Испанияның бір тікелей эфир шықты. La Liga FC Futures дейтін турнир болып жатыр екен, сондай бір жарыс. Бұл қателеспесем 9 жасқа дейінгі балалардың арасында болып жатқан жарыс. Инфрақұрылымдары бұл жердегі өте керемет. Балалардың қандай алаңда ойнап жатқан, қандай сапалы ойында көрсетіп жатқандары, трансляцияның сапасы, барлығы кәсіби футболдың деңгейіндегідей. Біздер осындай балалар футболына осындай назар қоймайынша, осылай ден салмайынша, біздің ұлттық құрамамыз жыл сайын фиаско бола береді. Және бұдан біз алысқа кете алмаймыз. Балалар футболына көңіл бөліп, қашан дұрыс көңіл бөлсек, қашан берілген ақшаларды балалар футболына құятын болсақ, міне сол кезде нәтижеміз шығады. УЕФАның беріп жатқан ақшаларын балалар футболының дамуына беріп жатқан ақшалар шынымен де балалар футболының дамуына жұмсалса, міне Қазақстан футболына нәтиже шығады. Ал әзірге қиындау. Бұндай ұлттық құрамамен біз алысқа бара алмаймыз. Солтүстік Македонияға қарсы ойынға келетін болсақ, бұл ойынға азғантай уақыт қалды.
Енді бұл ойынға мен қатты сенем, қатты үміттенем. Али Ханалиұлы бұл матчқа жаңа бір тың оймен келетіндігіне сенем. Қателіктермен жұмыс жасап, бұл қателіктерді жуып шаятындығына және қателікті жіберген ойыншыларды алмастыратынына сенем, шынымен де. Шынымен де біздің ұлттық құрама жеңіп шығатынына сенем. Бірақ сену бір бөлек, мәселеге прагматизммен қарау, реализммен қарау бір бөлек. Ал реализмға келетін болсақ, ұлттық құрамамыздың жағдайы мүшкіл және мүмкіндіктері өте аз. Дей тұрғанмен де бұл біздің жігіттер, бұл біздің құрама, сондықтан барлығында да намыс бар деп білеміз, барлығы намыспен алаңға шығып ойнайтын білеміз, солай сенеміз, сондықтан ұлттық құрамамызды қолдаймыз. Біздің қолымыздан әзірге тек қана қолдау келеді. Сондықтан достар, біздің ұлттық құрамамыз қаншалықты нашар болса да, жаман болса да, инфрақұрылымымыз нашар болса да, дәл қазіргі таңда біздің қолымыздан қолдау ғана келеді. Қолдайық және футболдың басында отырған адамдарға сіз бол, біз бол, барлығымыз осы нәрсені жеткізіп, осы нәрсенің түзелуіне өзіміздің үлесімізді қосуымызға тырысуымыз керек. Біздің қолымыздан жанкүйер ретінде ұлттық құраманы қолдау ғана келеді. Бірақ Қазақстандағы футболдың басшыларының қолынан едәуір нәрсе келеді. Сондықтан басшыларға үндеу бұл жерде балалар футболының инфрақұрылымына кәдімгідей дем бөліңіздер. Кеуде лигіміз бар, керемет, бұл өте керемет бастама, бірақ балаларымыз қандай алаңда ойнап жатыр? Алаңдардың сапасы өте нашар. Төрешілер бар, төрешілердің қателіктері бар. Премьер лигіміз де ақсап жатыр, ұлттық құрамамыз да ақсап жатыр, балалар футболымыз да ақсап жатыр, инфрақұрылымдарымыз да ақсап жатыр. Бұның барлығын түзетпейінше еліміз бір жақсы футболдан нәтиже көрсете алмайды. Сондықтан құрметті футбол басшылары, міне осы минустардың барлығын сіз біздерден артық білесіздер. Бұны түзейік. Бір-бірімізді критиковать ете беретін болсақ, алысқа кете алмаймыз, сондықтан түзеуге тырысайық. Түзейік және көршілес Өзбекстан мемлекеті секілді олардың тарихи жетістіктерін қайталап, біз де көп ұзамай, көп кешіктірмей осы әлем чемпионатына шығайық. Бұл туралы сіз не ойлайсыз? Бұл видеода айтылған тұжырымдар туралы не ойлайсыз? Пікіріңіз қандай? Барлығын төменге жаза кетіңіз. Бүгін негізі басқа форматта өткізем ба деп ойлап едім. Мына жерде тақтаны да дайындап қойдым, ойынды кішкене тактикалық тараптан сараптағым келген еді, бірақ эмоцияға беріліп кетіп, ойымдағы нәрсенің бәрін айтып шықтым. Және осы видеоны түсіру барысында ешқандай тактикалық сараптама жасаудың қажеттілігі жоқ дегенде тұжырымға келдім. Себебі Қазақстан ондай бір сарапқа салатындай бір ойын көрсеткен жоқ. Дей тұрғанмен өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды жаза кетіңіз. Сіз не ойлайсыз? Және құрметті достар, құрметті Қазақстан ұлттық құрамасының жанкүйерлері, не де болса құрамамызға жанкүйерлік етейік. Солтүстік Македонияға қарсы ойында да команданы қолдаусыз қалдырмайық. Сіздермен бірге болған 90+7 арнасы. Көріскенше күн аман, жеңісті күндерде жүздескенше.